Саламатсыңдар ма балалар? Тағы да. Бүгін біз тәрбие сағатымыз елін сүйген елбасы атты Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың тәуелсіздік жолында қазақ халқы үшін атқарған ерен еңбегіне арналады. Сабағымыздың мақсаты Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев өмірі мен қызметі жайлы білімдерін одан әрі толықтырасыңдар. Студенттердің бойында ұлттық рухани патриоттық сезімдерді ұялату, болашақта отанымыз Қазақстанды өркендететін білімді, білікті адамдар екенін аңғарту. Біздің қазақ жеріміз, айтақ қазақ жеріміз, осы жеріміздің алғаш тәуелсіздік алып, 1990-да тәуелсіздік алды. Қазақстан Республикасы жоғарғы сессиясы тәуелсіз демократиялық және құқылық мемлекет деп жарияланды. Қазақстан Республикасы мемлекеттік тәуелсіздігі туралы заң қабылданды. 1991 жылы желтоқсанда алғаш өткізілген президент сайлауында Қазақстанның президенті Нұрсұлтан Назарбаев алдағы 5 ол содан 2019 жылға дейін Қазақстан Республикасының және балалық шағы. Нұрсұлтан Назарбаев 1940 жылы 6 шілдеде Алматы облысы Қарасай ауданының қарасты Шамалған ауылында Әбіш пен Әлжанның отбасында дүниеге келген. 1946 шілдеде Іле Алатауының баурайында үш қоңыр жайлауында Әбіш пен Әлжан Назарбаевтың шаңырағында дүниеге келді. Оған әкесі, шешесі Нұрсұлтан деп ат қойды. Қызмет жолы 1960 жылы Днепродзержинск техникалық училищесін, 1967 жылы Қарағанды металлургия комбинатында қарасты жоғары техникалық оқу орнын, 1976 жылы Кеңес одағы коммунистік партиясы орталық комитет қарасты жоғары партия мектебін бітірген. Еңбек жолы 1960 жылы Теміртау қаласындағы Қарағанды металлургия комбинатында қатардағы жұмысшы болып бастап, домна пешінің аға газалушысына дейінгі жолдан өтті. 1960 жылы 1969 жылы Қарағанды металлургия заводында жұмыс істеді. 1969-1973 жылы Қарағанды облысы Теміртау қаласындағы партия комсомол жұмыстарында жауапты қызметкер атқарды. 1973-1977 жылы Кармет комбинатында партком екінші хатшысы болып бастады. Қызмет жолы туралы 1979 және 84 жылдары аралығында Қазақстан КП орталық комитетінің хатшысы атанды. Және одан кейін 1984 пен 89 жылдар аралығында Қазақстан КСР министрлік кеңесінің төрағасы атанды. 1989-91 жылдары Қазақстанда КП бірінші хатшысы болды. 1990 жылдардың ақпан және сәуір айының аралығында Қазақстан КСР жоғары кеңесінің төрағасы болды. Және 1990 жылы сәуір айында Қазақстан КСР президенті атанды. Және 1991 жылы желтоқсанның 1-сі тұңғыш рет Қазақстан Республикасының президент халықтық сайлау өтті. Және сол сайлауда Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев көп дауыс жинап, яғни 98% дауыспен жеңіске жетті. Жарайсың. Отбасылық жағдайы. Жұбайы Сара Алпысқызы халықаралық халық бөбек балаларына қайырымдылық қорымен басқарады. Президенттің 3 қызы бар. Дариға, Динара, Әлия. Президенттің 7 немересі, 2 шөбересі бар. Дерек сөздері. Қазақстанның болашағы қазақ тілінде. Кеше болмағаның бүгін болуы мүмкін.
бүгін болмағанның ертең болуы мүмкін. Бірақ ана тіліне мән бермеушіліктің, оны құрметтемеудің орны толмас олқылықтарға әкелетіні сөзсіз. Ұлт пен тіл мәселесіне келгенде ең бастысы ұлттық оқшауланудан, томаға тұйықтанудан қашу керек. Қазақ қазақпен қазақша сөйлесін. Отаршыл заманды еске ала отырып, қазақтың намысына тиетін атауларды да, тілдің төл заңдылықтарын табиғи үйлесімін бұзып тұрған атауларды да өзгерту керек. Нұрсұлтан Назарбаев атында. Дамир. Нұрсұлтан Назарбаев есімінің әртүрлі нысандарға беру туралы ұсыныстар қазақ қоғамын жиі шулатып жатады. Алайда елбасы барлық ұсыныстарға келісімін берген жоқ. Өз есімінің білім және ғылыммен байланыстыруды дұрыс санаған Нұрсұлтан Назарбаев өз атындағы университет мен зияткерлік мектептердің ашылуына келісімін берді. Аталған білім беру орталықтарын өз бақылауына ұстауға тырысады. Назарбаев атындағы білім беру мекемелері Назарбаев қоры мен Назарбаев орталығын үйлестіруді жүзеге асырылады. Назарбаев бастамасымен ашылған оқу орындары. Назарбаев бастамасымен ашылған оқу орындары олар халықаралық ақпараттық технологиялар университеті, Қазақстан менеджмент институты, экономика және болжау институты, Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университеті, Лев Гумилев атындағы Евразиялық университет бар. Және Назарбаев университеті және президенттік болашақ бағдарламасымен іске асуда. Ол бойынша жастар дүние жүзінің ірі оқу орындарына, яғни шетелдерге барып оқиды. Және аса талантты балаларға президенттің өзі өз қолымен дарын сыйлығын тағайындайды. Жарайсың. Басы атты сөз жұмбақ. Нұрсұлтан Назарбаев еңбек жолын бастаған қала. Е әрпі қатысады. Теміртау. Апай Теміртау. Президенттік бағдарлама, ол бойынша жастар дүние жүзінің ірі оқу орындарына білім алып жатыр. Ол қандай бағдарлама? Л әрпі қатысады. Болашақ. Келесі сұрағымыз. Елбасымыз төрағалық ететін ұйым орыс тіліндегі атауы. Дұрыс айтады. Енді келесі төртінші сұрағымыз. Елбасы төрағалық ететін халықаралық демократиялық партия біздің еліміздегі. Нұр-Отан. Жарайсыңдар, Нұр-Отан. Келесі елбасы дүниеге келген аудан осы Алматы облысында. Қарасай. Әрпі қатысады. Аса талантты балалар үшін елбасы тағайындаған сыйлық әрпі қатысады. Дарын. Жарайсыңдар. Елбасы жастарға не деді? Елбасы жастарға, мен сіздерге сенемін, жас қазақстандықтар, сіздердің біздің елімізге деген сүйіспеншіліктерімізге әрқашан бірлікті тұтқарлықты қорғайтындарыңызға, отанымыздың болашаққа өсіп өркендейтінімізге сенемін деді. Елбасымыз басқарған Нұрсұлтандай ағам бар, көк алқапты жасыл жайлау далам бар, ел бірлігін, ел тірлігін тілеген, ақ ниетті халық деген данам бар. Осы тұлғалардың арасында қазақстандықтардың бүкіл әлемге танылуы, шашылып кеткен қандас бауырларымыздың тарихы отанына шоғырлана бастауы, Астана қаласының сәулеттене түсуі, өркендеуі, тәуелсіздігіміздің әр күні емес, әр сағаты емес, жаңалыққа игі істерге ұласып жатқанымызға айқын дәлелдеді. Жарайды. Енді бүгінгі осы сабағымызда елбасымыз жайында көп деректер білдік, елбасымыз жайындағы көп нәрселерді білдік. Енді елбасымыздың тәуелсіздігімізді алғаннан кейінгі еңбегін білеміз, бәріміз. Елбасы деген сөзде қандай түсінік, елбасы деген сөзді естіген кезімізде қандай түсінік ұялайды. Осы түсініктерімізді айта отырып, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Елбасы дегенде сендер қандай түсінік ұялайды, қандай сөздер ойларыңа келеді? Елбасымыздың еңбегін ескере отырып. Қандай сөздер?
Мысалы, қандай сөздерді айта аласың? Қазақстан, иә? Елбасы дегенімізде бізде Қазақстан көз алдымызға елестейді біріншіден, иә? Қазақстанның елбасы. Тағы да. Президент. Иә, президент, тағы да. Басшы. Иә, болашақ. Ары қарай жалғастырайық. Онда бізде елбасы дегенде Қазақстан деген тәуелсіздік деген сөз, намыс, бейбітшілік, жаңа айтқандарында, иә, ынтымақтастық. Міне осындай түсініктерді біз көз алдымызға елестетеді екенбіз, иә? Жарайды, онда бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Аха.